Бүгін мен сіздерге қатпарлы әрі үлкен болып шығатын круассанның рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы сүт құямыз. Оның үстіне жылы су құямыз. Дрожжи саламыз. Құм шекер мен тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Енді дрожжымыз көтерілуі үшін бетін пищевой пленкамен жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Дрожжымыз көтерілгеннен кейін оның үстіне бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның ақуызын саламыз. Ал оның бөлек алып қойған сарыуызды біз оның бетін майлау үшін қалдырып қоямыз. Енді үстіне електен өткізіп отырып, ұн салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Міне біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып иленуі керек. Енді үстін пищевой пленкамен жауып, тағы да 1 сағаттай уақытқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілуі керек. Міне біздің қамырымыз осылай көтерілуі керек.
Енді қамырымызды алып бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Біздің қамырларымыз қайысып қалмау үшін осылай бетін сүзгімен жауып қою керек. Енді қамырларымыздың барлығын осылай жайып шығу керек. Не біз барлық қамырды осылай жайып, арасында жақсылап ұн сеуіп, осылай қойып қойдық. Енді осының арасына бөлме температурасында тұрған жұп-жұмсақ сармайды жағып шығамыз. Осылай видеодағыдай барлық қамырдың арасына бөлме температурасында тұрған сармайды жағып шығамыз. Енді ең соңғы қамырды үстіне қоямыз. Алдымен үстіне басып, одан кейін боқтаумен әдемілеп жайып шығамыз. Біздің қамырымыз осындай үлкен болып жайылады. Енді қамырымызды үшбұрышты қылып кесіп шығамыз. Міне осылай кестік, енді оның астын видеодағыдай кесіп шығамыз. Енді круассанды орайтын алдында ішіне варенье салсаңыздар болады. Барлығын осылай видеодағыдай орап шығамыз.
міне барлығын осылай орап шықтық. Енді осы круассандарды пешке салар алдында алып қойған сарыуыздың үстіне сүтті қосып араластырып бетіне жағамыз. Круассанды пешке салар алдында бетін 10-15 минутқа жауып қойып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Біздің қатпарлы үлкен болып шығатын круассандарымыз дайын. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, менің арнама жазылып кетіңіздер.